Сәлем достар, бүгін мега шоколадты брауни десертін жасайтын боламыз. Бұл десерттің оригинал рецепті бізге Америка елінен келген, басқа пирогтардан айырмашылығы ешқандай да қопсытқыш, разрыхлитель қоспаймыз, сондықтан да бисквитті шоколадтар сияқты көтеріліп тұрмайды. Керісінше ылғал болып тұрады, ал беті қытырлақ болып шығады. Бізге бұл бисквитті жасау үшін 100 грамм қара шоколадтың үстіне сары майды салып, екеуін су буында ертіп аламыз. Ерігенін қадағалап отырып, әр уақыт араластырып отыруға тырысыңыздар. Еріген шоколад пен майды шетке алып қоямыз, суы қажет. Одан кейін таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, шекеріміздің жартысынан көп бөлігін жұмыртқамызға сала отырып, миксерлеп, болмаса шанышқымен аппақ болғанша көтеріп аламыз. Қанттың қалған бөлігін қай кезде қосу керектігін қазір көрсететін боламын. Мінекей осылай аппақ болып көтерілді. Енді суыған шоколадымыз үстіне қалған қантты салдық. Ұнымызды салдық. Және грек жаңғағын салдық. Бұл міндетті емес, бірақ та грек жаңғағын салған уақытта дәмі өте керемет, шоколад екеуі жақсы үйлесім болады. Ендігі кезекте шоколадты масымызға жұмыртқалы масымызды сала отырып араластырамыз. Оны қасықпен болмаса венчикпен араластыратын боламыз. Осы кезде пешті 200 градусқа қосып, пештің ішін жылытып қоямыз. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, барлық масымызды формаға құямыз. Пирогымыз 220 градуста 25-30 минуттай пісетін болады. Піскеннен кейін 30 минут формасынан алмаңыздар. Мінекей беті, яғни қытырлақ, хрустящий дейміз, осындай қытырлақ болып шығады, ал іші жұмсақ, ылғалды болып шығады. Брауни пирогын ұсынар алдында осындай кішкене 4 бұрышты бөліктерге бөліп балмұздақпен ұсынады. Екеуі өте керемет үйлеседі. Егер видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар.